Ал енді жерге жат. Иә, осылай. Шис деймі. Бұрынға менің туып өскен жерім ғой бұл. Ойбай қасқа. Достар, егер сендер сол кезеңде туылмасаңдар, где GTA San Andreas мода болды ойнау, хит болды ғой сол кезде. Сендер детство болған жоқ сендерде, знаете. Пақ шіркін, қандай керемет. Ойбай. Бұл мен, Карл! Сабыр! Сабыр. Ремастер ма сондай? Ойбай, қаш. Ей! Қалай тұсатын еді? Қаш! Қайт өліп қалма. Қаш! Блядь, ёбана жизнь. Шешең, балыстың көлігі бізге келе жатыр. Бөлініңдер. Ох, бля. Жоқтамаңдар, шеңама. Ема, озвучка прикол ғой. Ой, нафиг ондай. Бізге Сезар Ибарада керек қой, примерно. Осындай бұл керек қой. Шешеңнің, оның бас сүкпейді деп айттым ғой. Шашыңды маған шығарды. Ал не? Шашқа тиіскен жоқ қой. Аяқты не істеп көріп отырсыңдар ма? Көттеріңді сүгуге келді. Гроув-стриттегілерге жабылыңдар. Гроув-стрит қотақ жемесін. Пошел нафиг. Гроув-стрит ол алға, сила, қалғандар могиланы. Менде, блядь, драбаш бар ғой, не істеп отыр мен? Кетіңші бар, еба жоғамай ма. Драбаш бар ғой, не қуып отыр мен? Что это за беда штука такая маленькая? Это курсор. Да не учи меня ты. Я сам знаю, что это такое. Это стрелка. Нет, брат, это курсор. Да не учи меня! Заколебали все. Нутелла ма, но нутелла шаранasi ма, бұл хуната. Хуета типа. Ну, фантаның бағасы. Қойшиш. Бұл мәдениет. Көрінер Нұрболат қандай эгоист. Бірінші маған бермей, ішіндегі баласына бермей, өзі бірінші шешеді. Көрінер Нұрболат жауыз деп комментке жаз көтере бәрін. Қалай? Құрсын болғанша. Мынау мен тема кетеді. Да? Айттым ғой. Как будто реклама сақтым. Мынау мен тема кетеді. Мынау мен тема кетеді. Қай? Қалырсың. Мынада білмей, ұнап тұрған жоқ маған қатты вкус. Красочный вкус менде бар ғой, андай, как будто білмей. Спанчбоб пен Патрик бір жаққа кетіп қалды ғой. Болады ғой. Таңертең шаймен жасқа кетеді, чайға кетеді. Маған, мынау әдемі. Әр қазаққа ханутамен чай ішу бұйырсын. Иә, әдемі. Күші? Какой еще? Сүйінші хабар бар менде сендерге. Қартынан соғам. Чешін ақ тұрсын. Кешім сұрайым. Менде выходной. Неге қойып тастадың мен емі? Ауырымыз выходнойға бұрында шығып кеттік. Сөйттіңдер ғой, значит, сөйттіңдер ғой сендерге барлығы. Сендер кетіңдерші бар вообще. Тым түсінбейсіздер ме? Мынауың қумайды ма, Мә, сол ғой емі ауырады сияқты, араласпау керек анау. Ау, я, мен сен. Сен не істеп отырсың? Үйде. Қайдағы үйде? Мұны үйде емес ау. Жүр кетіп, мен саған бір күшті үйде толдым яқта. Жақсы. Домбыра ұстап жатқан аға бірдеңе айтып жатыр. Қазір енді контракттың условиясын айтып шығады домбырамен келіннің жұмысын. Адамдар мәз әйтеуір, бәрі қарап жатыр. И сәлем салды. Адамдар әлі де қарауда. Тағы бір сәлем. И еще бір сәлем. Құрсын бітпейтін сәлем екен. Қазір бір неждан шығып бат қараңдар. Мен пока ничего не подозреваю. И вот мәз саған. Бәрі өлтіргісі келіп жауы менің деймін да. Осылай бірнеше рет мені осылай лақтырған. Сказать, что я был в афиге, ничего не сказать. Потом достарымның тілектері. Диас айтты, әмин.
Бекзат айтты әмин, Ерасыл айтты әмин, Нұрлан Қалам айтты әмин, Ендірсін айтты әмин, Т. Иманалиева. Керек болса турниктерде жүрдік. Мен тартылдым, ол тартылды, шегулдар бізге қарай тартылды. Ақша әкелмеген себебін сұрадық. Қорқыту манипуляциясын жасадық. Проток атылды, мен атылдым, шегул атылды. Кішкене басын сипаладық, еркелеттік. Өй жаны сол кім тиісті дедік те шапалаған беріп, соткысын алып көтейінен бір тептік. Боссың жей бер. Пельмен жеп болған соң Брюс Лидің фильмін қарап шықтық. Брюс Лидің фильмдері бізді шабыттандырды. Родной маған қолын қышып кетті деді. Мен оған басқа райондағы шегулдарына ақша сұратып алып гайси едек деп ұсындым. Немесе бір банда ашайық дедім. Ол маған натуре қолын қышып кетті деді. Сосын қолын қасыды. Атагул қарсы емес екен мен ұсынған ұсынысқа. Мен оны бір ұрдым. Ол не үшін ұрдың деді. Қолын қышып кетті дедім оған. Кейін біз өлең тыңдадық магнитофоннан. Музыкаға беріліп кеттік. Үйіміз тұрған дискач болды. Берілгеніміз сонша, что мен даже өлең жазбасағын. Так, что-то біз қуып кеттік. Оның старшығына сыртқа шығып келейікші дедім. Біз сыртқа шықтық. Ол маған атылып басады. Мен де атылдым. Басқалар бізді айырды. Раз дедім. Ол өзінің спортивкасын шешіп өз балдарына берді. Мен де өзімнің үстімдегі спортивкамды шештім. Роднойыма бердім. Бас киімімді бердім. Бұтымдағымды бердім. Кроссовкамды бердім. Мен ойнайтын ойыншық шайнекті де бердім. Чота артық кетіп қалдым. Ана старшағының басынан бір мамалаттым. Сөйтіп қырылыс басылып кетті. Роднойым екеуміз бәрін құлаттық. Бәрі жақсы кетіп жатты. Бірақ бір тоқылдақ менттерді шақырып қойды. Мен оның басын секірдім. Пока менттер келмей тұрғанда қашу керек. Ұзақ ойланбай біз біреудің машинасын стерить етіп алдық. Прям кинодағыдай бар ғой. Бір көзбен әйеліме қарап қалсам кішкене нервный болып жүр екен. Неге екен деп ойлап оттым. Может быть, оны күнде жұмсап внимание бөлмегендіктен бе? Немесе Каспий теңізінің су тартылуынан ба? Я, солай. Орында қатып кетті. Походу гипноз қолымнан келді. Сен гипноздасың, аяғыма массаж жаса дедім. Әйелім аяғыма массаж жасай бастады. Ой, қандай рахат. Как раз массаж жасатуға көндіре алмай жүрдім. Массаж жасатып болған соң әйеліме мусор төккіздім. Шкафтарды жинаттым. Тіпті осылай слуга қылдым десем де болады. По приколу 100 рет отжимание жасатып қойдым. Еще соны видеоға түсіріп алдым гипноздан кейін көрсету үшін. Былай айтқанда өзімді патша сезіндім. Адаммен билеген күш екен. Болды, қойдым енді. Кегімді алып болдым. Ой, бана ақшамды кері жібертуге ұмытып кеттім ғой. Вот енді точно кегімді алдым. Кір. Что там, не болады? Дәрігермен ішім ауырып тұр. Мені қарап көмектесші. Деши. Не деши? Деши. Не деши? Неғымен жүрегім тыңдап салып жатқан ішім емес пе? Ештеңе етпес болған. Көп болса ойласын. Бар үйге қайтер. Көріп тұрғандай жұмысым примерно осында. Алло, дәрігер, мен күйеуім талып қалды, тез келіңізші. Қызық, тал түсте талып жатқан кім? И вообще менің номерімді қайдан алған? Скорый емеспін ғой мен? И сіз скорый емессіз бе не? И біреудің ойын оқымашы ше. И короче, маған бәрібір тез келіңізші. Маған адресті айтпады, бірақ мен тауып алдым. Итак, сұрақ. Айтпаған адресті адам қалай табады? Кім ескеп деп айтты? Сіз дұрыс айттыңыз. Алдымнан бір сұлу қыз шықты. Оның басы бос па екен? Доктор, мен күйеуім талып қалды. Ой, вроде мен танымайтын адаммын. Түсінбедім? Күйеуіңіз ба талып қалған? Я. Жақсы болыпты. Мен келгеніме, қай көреміз. Күйеуіңіз мама деп қудыртып отырсың. Фу, блядь, затнау. Қалай қарап жүрсің маған? Түсінер еді, маған қарап тисе екен күйеуге. Бірақ мынау, өй, бейшара, еще талып тұр ма? Адам болмайды мынау. Сіз точно дәрігерсіз бе? Еще сомненияң бар ма? Қай емдейміз? Эй, мен сені өзім лично аламын. Туда-сюда жаққа қыдыртам сені, қорықпа. В смысле аламын? Әне қарындас күйеуің жазылып кетті, өзі қыдыртар сені. Сау болыңыздар. Сөйтіп кетіп бара жатсам, ар жақта адамдар талпа болып жиналған екен. Бәрінде паника әйтеуір. Біреу айқайлап жатыр, біреу қақалып жатыр, ал біреу еще видео түсіріп тұр. Қой құрсын, қызық болса да барып қарағым келіп тұрған жоқ. Сосын біреу тұрып, дәрігер бар ма айналада деп бақырды. Қой жоқ, ондай жоқ. О, дәрігер, сізді құдайдың өзі жіберді, аяқта блогер талып қалды, алға шығар деп көрсетсеңізші. Ой, әкеңнің пар етсем, ол не болып бәріне тала беріп? Әлі менен басқа дәрігер құрып қалды ма? Я, братан, құрып қалды ғой сол. Жақсы, барып көрейінші деді. Ол жұлдыз ауруы. Мына блогер звездовать етіп кетіп, бүкіл аталықты көтере алмай қалды. Енді маған жоқ бітпесе болды. Қалтамда не звездил деген дәрі болғанына шүкір. Блогердің аузына лезде құйдым. Ол орнына атып тұрып, маған не болған деді. Брат, аман саусың ба? Күнде сен видеоңды қараймын ғой дедім. Ол аңтаң болып, видео деп түсінбей қарап тұрды. Ой, не звездилда побочный эффекттер бар екен, ұмытып кеттім ғой. Есін жию үшін оған Memory Max, ұстама такс болады, бәрі жақсы бердім. Ол лезде бәрін еске түсіріп рахметін айтты. Еще моментті пайдаланып онымен фотоға түсіп алғансың ғой. Так, ол үшін маған Риктікіне портальная пушка керек. ютубтан оны қалай жасайтын туториал іздеу керек болды. Біраздан кейін ютубта маған керек туториалды таптым. Привет. Сейчас я покажу тебе, как сделать рычаг, гаечный ключ, воронка, бронзовая... Өте пайдалы туториал қарап 15 минутта портальный пушка дайын болды.
Мен мектепке бардасташ, тұр. Мен қой тұрдым. Біріншіден мынау кім және неше мені аты деп жатыр. Екіншіден неше мен қартайып кеттім. Қалтамда бірден жатты. О, сушня. Не сушня емес екен. Жаңа балам маған қалтаңнан бірден түсіріп алдың деп портальный пушкамды қайтарды. Балам мектепке тез апаршы деп қасап қоймағанына жаңа пушканы сені ата салдым. Портал ашылды. Мен балаға атын кім деп сұрадым. Ол Мортибекпін деді. Ха, онда ат кім шығарып жүр деп сұрадым. Ол маған сен деді. Мен оны тоқтаттым. Ол не болды деді. Мен оған басқа планетаға саяхаттағың келе ма деп сұрадым. Ол маған қойып пи*** деді. Мен оған мықты аргумент айттым. 20 минуттық саяхат Мортибек, кіреміз де шығамыз, болды. Кеттік. Алматыға ұқсайды екен, е? Қомаш Мортибек. Мортибек екеуміз қасымызды бос тұрған көлікті алып планетаны ары қарай зерттеп жүрдік. Бірақ ұзақ емес. Полиция көлігімізді тоқтатты. Оказывается, біз басқа планетада емес, Алматыда жүрген екенбіз. Себебі мен портальный пушка режимін ауыстырмағанмын. Полицейский өз көлігіне апара жатты. Және ол мен қалтамда ақытарайын деп жатты. Бірақ Мортибек бұл мәселені тез шешті. Мен сразу порталды қашып, Мортибек екеуміз ойланбай қашып кеттік. Түн жақындап қалды. Мәссаған, түн жақындап қалды. Қызық екен. Ол ешқандай қызық емес, бауырым. Неге? Түнде осы жер қорқынышты болады. Қойшеш, брат, мен ба қорқатын? Түн батты. Құтты болсын. Тез өзіңе үй жаса. И не болды? Ала қарашыма. Басына несі күлкілі? Басқынсыз отырайыма. Ол крипер, тез қаш бол. Мынау ма? Мен аққашам одан. Басқынсыз демеді. Тез үй жаса. Тез үй жаса. Міне, менің үйім қалай екен? Мына бомждың үйіне ұқсап кетті ғой. Бомжда үй жоқ қой. Кроватьта ұйықтайсың. Кроваттан? Маданым, мынандай жерде мынандай бар ма не? Керемет нәрсе, дүние бар екен, білмедім яқты. Оны қалай аламыз енді? 3 қойды бауыздап өлтір. Сен точно қуасың. Мен кеттім. Тоқта, кроватьта не істейсің? Кроватьсыз да өмір сүре аламын, құрсын осы өмірде. Кажу, жақындап қалса, соғамды үйге барып қуырам. Құрсын. Қара, ұстай аламын ба мен? Жоқ, не надо, пожалуйста, так делать. Пожалуйста, Аллахтың разылығы үшін. Мені, короче, неге подготовиться, воздушная гимнастика на серьезный йога. Бывает там с разных сценариев, да, ты сладкий помнишь, у кого-то воду. Правильно ты к этому отнесешься, что, например, да, из первой схватки, а потом пойти, да, и не нервировать. Это самый правильный такой предвестник, когда мы можем, как правило, здесь прям сокращать. Если это первые роды, мы можем еще малыш, в пузыре он находится и так далее. И эта шейка, она должна раскрыться от схваток на 3 сантиметрах, 4 сантиметрах, там даже 5-6, мы пока еще никому не родили. Начинаются потуги, на самом деле. Наш результат, как бы, всех схваток, собственно. Здесь идет у нее там тембр, напряжение голоса, тазовое дно, там вот так-то реагирует. Ага. Достаточно, не хочу стали сильно. Еще вот так вот говори, да? Осындай жерде орналасқан Дворец Республики. Ар жақ Көктөбе. Ай, басыма су тиді. Судың тамшысы. Жоқ, концерт жоқ ма? Концерт дейтін живой звук. Концертке жоқ болған. Живой звук концертпен күшті ғой. По сути, нағжу еб аплаудан. Айттым ғой. Құлап, яқып бір құлап. Доброе утро, друзья. Не думать о проблемах. Забыть Доброе о утро, проблемах. друзья.